Сәлеметсіздер ме? Біз алдыңғы сабақта Кегел ринг жарысын қарастырған болатынбыз. Енді бүгінгі сабағымызда осы Кегел ринг жарысы аясында жобалық практикалық жұмыс жасайтын боламыз. Біздің Кегел ринг жарысында робот рингтің ортасында орналасады. Және робот қара түсті кегелге келген кезде өзіндегі мына төртбұрышты құрастырғыштарды тастап кету керек. Яғни тек қана қара түсті кегелге келген кезде осы құрастырғыштарды тастау керек. Яғни бізде рингте ақ және қара түсті кегел бар. Аққа тастамаймыз, тек қана қара түсті кегелге тастауымыз керек. Ол үшін бізге түс датчигі және ультрадыбыс датчигі қажет болады. Енді ойынымыздың жобасы қандай болады көретін болсақ, өздеріңіз көріп отырғандай, ойын бойынша роботымыз тек қана қара түсті кегелге келген кезде ғана өзіндегі құрастырғышты тастап шықты. Ал ақ түсті кегелге барған кезде жай ғана кейін қайтып кетті. Енді осы ойынның бағдарламасын жасап қойғанмын. Енді осыны қалай жасадық, соны қарастырайық. Біз алдыңғы сабақта жалпы ультрадыбыс датчигі арқылы кедергіні көрген болатынбыз. Кедергіні көріп, қашан кедергіні көргенше алдыға жүре береді. Кедергіні көрген кезде тоқтайды, сосын тоқтағаннан кейін егер түс датчигі қара түсті көретін болса, онда бізде Е моторы жалғанған, қосымша үшінші мотор. Сол мотор бізде құрастырғыштарды бір-бірлеп таратып тұрады. Яғни тек қана қара түсті көрген кезде. Егер бұл шарт орындалмаса, онда ол, яғни қара түсті кегел болмаса, онда ол кейін қарай қайтады. Және осы әрекетті ол 10 рет, 8 рет қайталай алады. Орнына қайтып келгеннен кейін ол оңға бұрылды 42,6 градуста. Бұны қай жерден қойдым? Бұл бізде мои блоки деген жерден қойып аламыз. Біз бұрылуды біз алдыңғы сабақта мынау арқылы жасағанбыз, не мына жерде? Мынау арқылы. Енді біз осының орнына мына мои блоки арқылы бұрылып тұрмыз бүгін. Енді оны жасау үшін бізге қосымша блоктар қажет болады, алдыңғы сабақта көрсеткенімдей, және менің блоктарым бөлімінде создать блок деп осылай қажетті блокты құрып аламыз. Оны бөлек осында сақтап қоямыз. Сосын бізге қажеттісін ғана осы жерден әкеліп қоямыз. Мына жерге. Бұл мои блоки, менің блоктарым бөлімі не үшін керек? Өйткені біздің бағдарламамыз құрған кезде өте ұзын болып кетеді. Сол кезде біз осы менің блоктарым бөліміне жүгінсек, біздің бағдарламамыз шағын әрі түсінікті болады. Мысалы, тек қана оңға бұрылуды осылай бір блокқа салып қоямыз. Ал келесте тағы солға бұрылатын болсақ, онда солға бұрылуды қайтадан блок құрсақ болады. Дәл осындай етіп, бірақ оның градусын және оның мына жердегі берілген моторларды егер солға бұрылатын болсақ, мына жерде мысалы -15-тен бастау керек болады. -15 және оң жақ моторды +15 деп.
сол кезде біздің роботымыз солға бұрылатын болады. Кәдеңізге жарасын, сіздер де жасап көріңіздер.